Сәлем, бұл видеода біз сіздермен long және short дейтін терминдерді қарастыратын боламыз. Негізінен келетін болсақ, бұл екеуі де сделканы ашатын позициялар. Long ол бізде покупка, яғни бағаның өсуінен ақша табуды білдіреді. Short ол бізде продажа, яғни бағаның құлауынан ақша табу. Ойлап қалмаңыздар, short продажа болды сделканы жабатын точка деп. Керісінше бұл сделканы ашатын точка. Қазір сіздерге барлығын түсіндіріп кетемін. Қараңыздар. Мысал үшін бізде графикте белгілі бір қозғалыс жүріп жатыр. Мейлі ол алтын болсын, мұнай, валюталар, евро, доллар, теңге сияқты, немесе криптовалюталар, биткоин және басқа альткоиндар. Маңызды емес. Кез келген активте біз сіздермен бағаның өсуінен де және бағаның құлауынан да ақша таба аламыз. Мысал үшін анализ жасап отырып, біз түсіндік, осы мезеттен бастап, мына тұрған жерден бастап, ары қарай бізде баға өседі. Яғни біз сделканы жоғары деп ашамыз. Егер де баға өскен жағдайда неғұрлым ол алыс өседі, соғұрлым біз сіздермен көп ақша табатын боламыз. Яғни процентный соотношение. Бағасы мысал үшін 10%-ға өсті, 20%-ға, 30%-ға. Белгілі бір жерде біз сіздермен сделканы жауып, өзіміздің ақшамызды алып кетеміз. Если біз сделка ашқан мезеттен бастап баға 10%-ға өсетін болса, біздің табысымыз 10%-ды құрастырады. Мысал үшін біз $100-ға аштық, $100 үстінен 10% дегеніміз ол $10. $50 ашатын болсақ, $50 10%-ы ол бізде $5. Математика сіздерге түсінікті деген ойдамын. Но если вдруг біздің анализіміз қате болса, немесе әрне бір жаңалықтар шығып қалып, керісінше баға өскеннің орнына құлап кететін жағдайда, біз керісінше минусқа кіреміз. Өйткені бізде позиция жоғары деп ашып тұр, баға өскенде ғана, бірақ біз табысқа шығамыз. Ал баға құлап кетсе, тура сол жағдай. Если баға минус 5%-ға құласа, біз сіздермен сделка ашқан сумманың 5%-ын жоғалтамыз. Яғни $50-ға сделканы аштық, $50-ның 5%-ы ол бізде $2,5. $2,5 минусқа кетеді де, қалған $47,5 біздің шотымызға қайтадан қайтып келеді. Я достар, егер де сіздер сделкаға мысал үшін 10 000 теңгені кірсеңіздер, толықтай 10 000 теңгемен сіздер рисковать етіп жатсыздар деген сөз емес. Өзіміз білеміз, қаншасын қалдырамыз, қаншасын үстінен табыс табамыз. Тура сол жағдайын түгелін біз сіздермен қазір давайте шорт позицияға қарастырайық. Белгілі бір ситуация болып жатыр, біз анализ жасап отырмыз, түсіндік, ары қарай бізде баға төмен кетеді. Яғни біз сіздермен сделканы на продажу төмен деп ашамыз. Осы точкадан бастап баға төмен қарата құлайтын болса, бізде керісінше бұл табыс әкеледі. Қараңыздаршы, мысал үшін баға бізде құлады 0,40%-ке, яғни 0,40% біздің табысымыз. Мысал ретінде былай айтайын, баға бізде құлады 20%-ға. Бұл жерде бізге керісінше плюс 20% табыс әкеледі. Ол қалай? Жаңағыдей 10 000 теңгеге сделканы аштық, 10 000 теңгенің үстінен 20%, яғни таза табыс мына жерде 2 000 теңге. Сөйтіп біздің шотымызда 12 000 теңге шықты. Дегенмен, анализ қате болып қалса, немесе белгілі бір жаңалықтар шығып, біздің пландарымыз бұзып кетсе, то есть баға құлағанның орнына өскен жағдайда, біз керісінше сіздермен минусқа өтеміз. Баға мысал үшін бізде жоғары қарата кетті, минус 5%-ке. Минус 5% болған жағдайда біз жаңағы 10 000 теңгенің 5%-ын ұтыламыз. Яғни бұл жерде минус 500 теңге болады. 9500 теңге біздің шотымызда қашып кетеді. Сонымен давайте в итоге. Біз сіздермен позицияны long позицияға шаламыз, яғни бағаның өсуінен табыс табу үшін, және short позицияға, бағаның құлауынан ақша табу үшін. Как это будет выглядеть на графике? Мысал үшін, анализ жасап отырып, біз анықтадық. Осы мезеттен бастап, қазір бізде баға жоғары кетеді. Біз сіздермен long позицияға сделканы ашамыз. Енді, осы тұрған точкадан бастап, егер де евро-доллардың бағасы өсетін болса, біз сіздермен ақша таптық. То есть, неғұрлым алыс қалу өседі, соғұрлым біз көп ақша табамыз. Керісінше, төмен кетіп қалса, біз сіздермен ақшамызды ұтыламыз. Тура сол жағдайда достармен айта аламын, керісінше. Біз түсіндік, ары қарай баға өспейді, керісінше құлайды. Шорт позицияға сделканы қарастырдық, яғни төмендеп. Осы мезеттен бастап баға төмен құласа, біз сіздермен табыс табамыз. Ал баға керісінше өсіп кетсе, біз сіздермен ақшамызды ұтыламыз. Бағаның өсуінен де және бағаның құлауынан да ақша табу деген осы.